Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Orate AI бағдарламасы туралы айтатын боламын. Осы Orate AI жасанды интеллект бағдарламасында сіздер не жасай аласыздар? Бұл жерде сіздер слайдтар жасай аласыздар, жасанды интеллект көмегімен эссе жаза аласыздар. Сонымен қоса ғылыми жобаларыңызға зерттеу жұмыстарын жазғызып алуға болады, және подкасттарды тыңдауға болады, және де сурет жасауға болады. Бұл барлық пәндерге өте қолдануға өте қолайлы, және де тез жылдам жасап беретін болады сіздерге. Және сіздер мына жерге нақты сипаттамасын берсеңіздер болғаны. Және осы платформаны негізі 30 ғана кредит түрі бар. Бір кемшілігі 30 рет қана сіз жұмыс жасай аласыз. Одан кейін ол ақылы түріне ауысатын болады. Ақылы түріне сіз тіркелу арқылы ары қарай сіз жалғастыратын боласыз. Оған дейін сіз басқа аккаунтпен ашып кіріп көрсеңіздер болады. Мысал ретінде мен мына жерге сипаттама жасайын. Маған сурет жасап көрейік, біз жасанды интеллекттің кескіні деп. Ол үшін мына жерге нақты сіз сипаттамасын жазу керексіз. Маған ақ түсті қоянның суретін жасап бер. Ақ түсті қоянның суретін жасап бер. Осылай сіздер жіберетін болсаңыз, сізге ол әп-сәтте қоянның суретін жасап беретін болады. Яғни сіз осы жерде нақты сөйлеммен дұрыс сипаттама беретін болсаңыз, сізге дайын нұсқасын суретін көрсететін болады. Бұл бағдарламаны барлық пәндерге қолдануға болады. Слайд жасаған кезде де немесе осындай әдемі кескінді суреттерді сипаттау арқылы жасап алсаңыздар болады. Оған біраз уақыт керек, бірнеше уақыттан кейін ол сіздерге жасап береді. Мінекей, сіздің бейнеңіз дайын. Осы бейнені алып, сіздер копировать картинканы басу арқылы өздеріңіз қолдана аласыздар. Және де келесі сұрау үшін жаңа жоба деп жаза аласыздар. Немесе мына жерге ары қарай жалғастырып сұрай берсеңіздер болады. Бұл көбінесе жаратылыстану пәндеріне де, барлық бастауыш сыныптарға да, барлық пәндерге де өте керемет құрал ретінде пайдалануға болады. Бұған сіздер өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы кіріп тіркелсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.